Қазақ вальсі. Алматыға күз келді. Филармонияда концерт жиіледі. Дирижер Латиф Хамиди бүгін оркестрмен кезекті репетицияны жасаған жоқ. Оркестрға демалыс берді. Өзі жаңа жазылған партитураларды қарап шығуға енді ғана кірсе бергенде әлі есік қағылды. Кіре беріңіз. Кабинетке күлімсірей жымиып Ахмет Жұбанов кірді. Жұбанов шаршаулы ма, реңі боп-боз. Қабағы кіртиіп, ұйқысы қашқан жан секілді. Солғын үні де баяу. Ол сол тұрған күйі Латифтің оң иығына қолын салды. Латекем деп ішке тартуы дәлім солай. Латиф те осы бір әдетін үйренгендей. Оның жанына өзгеше бір жылылық сезінеді. Жылылық. Көңілі әлемеге алаң. Жұбанов стол үстінде жатқан партитураларға көз түсіп кетті де біреуін беттеп аша бастады. Өз партитурасы, Глинканың вальс фантазиясы. Өз қолымен көшірілген, көзіне оттай басылды. Партитураға үңілген күйі өзімен өзі боп-боз боп қасындағы Латифті ұмытты. Латиф те өзінше бір ойға түсіп кетті. Аздан соң партитурадан бас көтерген Жұбанов қол сағатына қарап қойып сөз бастады. Қазір, көп кідірмей тап қазір радиокомитетке бар. Музыка редакциясының бас редакторы Мақсұтбек Майшекинмен сөйлесесің. Сол мақаңнан шыққан бетім. Бір радиопьесаға музыка жазуың керек. Анау-мынау емес, саяси мәні бар пьеса. Мақаң да қызық, екеумізден жаза баспай. Түйенің таныға жапырақ, екеумізге сенеді. Қадірлі әріптесіміз. Бізде сөзін жерге тастамай Латеке. Сөзінің дұқыдыр осы. Кабинетінде бол, телефон соғады. Менің де уақытым тығыз деп қоштасып кабинеттен шыға еді. Латиф аң-таң. Саяси мәні бар пьеса? Жүрексімді қобалжыды. Кабинеттің ішінге есіп кетті. Оркестр баяғы оркестр емес. Гайден, Моцарт, Шуберт, Глинка партитураларын еңсере бастағандай. Сол классикалық шығармалардан жаңа бағдарлама жасап жатқандай. Күнделікті репетиция. Латиф басы қатып, шекесі шыңылдады. Өстіп абдырап тұрғанда телефон шықырлады. Трубканы көтерді. Мақа, ахаң бәрін айтты. Я кешікпеймін деп, елпектеп. Латиф әбіржіген күйі қағаздарын жинастырып шала радиокомитетке келді. Мақсұтбек Майшекин Латифпен қуана қол алысты. Латиф отыра бере, мақа, шет жағасын ахаңнан естідім, жұмысым бастан асады деді. Дегі бір істеді. Сіңбіруге уақыт жоқ, көрмейсіз бе? Алдымда қобырған қағаздар, папкілер, хаттар. Өзіңіз білесіз, биылғы жыл Қазақстан үшін мерекелі жыл. 20 жылдық тойымыз. Орталық комитеттің қаулысы бойынша қыруар шаруаларды қолға алдық. Соның бірі біз арнайы тапсырмамен Сәбит Мұхановқа бір актілі екі той деген музыкалы пьесаны жаздырдық. Ол кісі ойымызды түсініп тез бітірді. Мына бір жұқа папкіде деп Майшекин оны аша бастады. Ішінде екі ән дуэт, бәлкім хормен би болуға тиіс. Біз ахаңның және өзімізге әдетімізбен басшыларға Латекең бар ғой деп бөгелешкіге елеңдемей өзіңізге тірелдік. Радиоға қоятын режиссер өзіңіздің калекеңіз Қалибек Қуанышбаев. Көршіңіз, осылайша әңгімені әкелген Майшекин алдында қағазға үңіліп екі той, бір актілі радиопьеса. Авторы Сәбит Мұханов, режиссері Қалибек Қуанышбаев, композиторы Латиф Хамиди, редакторы Мақсұтбек Майшекин деп, бәрі бірінен тәлпіштеп Латифке ойлана қарады. Латиф не дерін білмеді. Кішкене ойланып, пьесаны көрейік мақа деді. Пьесадан Жоламан деген жігіт әскери қатарынан шақырылады. Ол 20-ға енді ғана толған жігіт екен. Социалды Қазақстанмен түйедей құрдас. Әскери қатарына алыну әлбетте ол үшін той. Жалындап тұрған жас жігіт отан алдындағы азаматтық борышын орындауға тиіс. Патриот. Бұл екінші той, үлкен той, сондықтан Сәбит пьесасын екі той деп атаған дейді. Ән, оны сүйген сайран қыздың да әні бар. Оған Жоламан және оның жолдастары осылай етті. Әлбетте, қашан бітіру керек мақа? Қазан айының соңғы күндері, нақтырақ айтсам 7 қарашаның алдында радиоден беріледі. Сол күні Сарыөздің салқын кешінде Латиф радиокомитеттен кеш қайтады.
Екі той пьесасы төспейді. Халық әндерін пайдаланғысы келді. Рояль клавишына ағытылып кеп құйылған әндер пьесадағы өлеңдерге онша жуыспай зым-зия жоғалады. Біреу ұстатпайды, біреуіне тұрақтай алар емес. Бірі ұланға еркең дала боп көсіледі, екінші жарықта басқақтатып әкеледі. Бірде толас шаруаларды бітіріп кабинетінде жалғыз қалғанда жүрегін тәтті өз елжіретіп түскендей болды. Екі той пьесасын тағы бір оқыды. Беттерін асыға парақтап Майтуса, гүлдер шешектеп атса жазда деп басталатын екі шумақ өлеңге тоқтады. Іздегені осы өлең пьесаны шарықтата жайнатып осы тұс. Неаполитан әндері секілді өлең шіркін дәл осындай дауыста дыбысқа бітсе ғой деп, ол сөзін өзі қоштасты. Қолы жыбырлап үстел үстіндегі әр нәрсені бір ұстады. Не істер, не қоярын білмеді. Ту сыртынан біреу тағы да вальс деді ме, құдай-ау, я вальс дей берді. Өлеңнен көзін алмаған күй тап сол беттің сол жағын қиғаштап, нотаның бес сольфеджировать ету керек деп асығып кетті. Папкасының ішіндегі нота қағазы бар еді. Мүлдесінде жоқ. Сольфеджировать ету керек деп өзіне әмір бергендей бір жолынан алты тақтыға бөліп сарт соқты да оң қолын нотасыз оның бетіне суман қақты. Нотаның астына Майтуса, гүлдер шешек атса жазда, тоғайда бұлбұл гүлде ақ қолғазда дегенде екі жолды ойдақтата тез жаза бастады. Сөйтті де ұшып тұрып бөлме ішінде әрлі-бері жүріп жүрді. Жүрегі өрпекпей соқты. Көзіне сахнаның оң жағында тұрған қара рояльдің ақ клавиштері жарқырап тұрғанын көрінді. Сол сәтте отоба оның жігішке саусақтары клавиш бойымен зыр жүгіріп ойнақ салды. Ал менде қайырма бар деп, сәбеңде қайырма жоқ деп екі санын шапалақтап шегі қата қойды. Латиф орыс шарластыра сөйлейтін дағдысымен запев, припев деген сөзді қайталай берді. Бұл ән тұп-тұтас шықты деген сөз тап қазір қайырманы да төгілдіріп нотаға жаза салуға болар еді. Латиф өйткен жоқ, бұрынғы әдетінше көкейге сақтады. Бүлдіріп алатындай қолы бармады. Сағатына қараса оннан кетіпті. Пердесін сырғытып Алматының түніне қарап, көшедегі жан көрінбейтін байқап қарап тұрды. Портфелін алды да сыртқа шықты. Үйіне жетіп есік алдына келгенде терекке сүйеніп тұрған әйелін көрді. Бүгінде ерте келдің, Латиф тіксініп қалды. Жібісін дегені вальс билей бер өзің. Сенде әйел де жоқ, бала да жоқ, үй де жоқ. Оркестр де сенікі, капелла де сенікі, радио да сенікі, вальс де сенікі. Ертелгеш ойыңдағыңды істе де жүре бер өзің. Латиф үйге құр сүлдері кірді. Сол түні көз ілген жоқ. Кенет селк етіп шошып оянды. Атып тұрған коридорға шықты. Ешкім жоқ. Тыңдады. Есігін тартып көріп еді, ашық тұр екен. Әйел де жоқ, бала да жоқ. Түсінді, әйелінің ескі әдеті. Егені түсіп, томсырайып тұрды да қалды. Не істесін? Айтпа, үйдегі жай осы. Латиф тұнжырай түйіліп, мейлі деп қолын бірақ сілтеді де ваннаға кіріп қарынып тез жуынды. Сүртініп боп пианино қойды. Майтуса, гүлдер шешек атса жазда, тоғайда бұлбұл гүлде қолғазда. Сайраса біз жаздарда нақ солардай бақытқа бөленерміз, сауық назға деп осы сөздерді абанаған деді. Екінші рет ойнаған жоқ. Пианиноның үстіндегі нота дәптерін алды да бірінші бетін ашып, түгелмен қарап мөлдірете жаза бастады. Латиф үйге сыяр емес, сәбеңе телефон соғым керек деп, телефон алып, алло, сәлеметсіз бе? Бұл сәбеңнің үйі ме екен? Тыңдап тұрмын, Хамиди жолдас деп. О, қалай таныңыз сәбе деп. Бізде Хамиди біреу ақ деп. Рахмет сәбе. Құдай көңіліңізді көтерсін. Ал, құлағым сенде. Сәбе, мен сіздің пьесаңызға музыка жаза бастадым. Хош, сіздің өлеңіңіздің екі шумақ, ал менде қайырманың буын санын айта ғой дейді. Жазыңыз. Алғашқы жолы 10 буынды, екіншісі де сондай. Екеуінің әуезі бір. Үшінші жол келтелеу 8 буынды, төртіншісі 5-ші жол одан да қысқа 2 буынды деп. Қайырма осы сәбе, өте көтеріңкі әсерлі, жарқын болуға тиіс. Сәтті қайырманы композиторлар изюминка дейді.
Жолдас Хамиди, мынауыңыз поэзияда жоқ өлшем. Ақ өлең секілді ме? Қалайсыз? Жоқ, Сәбек, бастапқы 2 жолды егіз ұқсас етіңіз. 3-ші, 4-ші, 5-ші жол өз бетінше еркін кете берсін деп. Түсіндім, өзім телефон соғам деп, Латиф трубканы орнына қойды да киінуге ыңғайланды. Портфелін алып шығып, көзі түсе кеткен жерінде кілті жоқ. Әрзе берсе табылмады. Амалсыз бөгелді. Бір кезде телефон шалынады. Ассистенті Мәлік Жаппасов екен. Латиф оны сабырмен тыңдады да, мен Сәбит Мұхановтың телефонын күтіп отырмын. Түстен кейін барамын. Егер кешіксем, репетицияны өзің жүргізе бер деп айтып, телефонын сөндірді. Ала Сәбе, жазып ала ғой, қазір. Қайырма бұлай. Бақыт нұрға оранса жер аспан. Біздің жыр бар жырға ұласқан, махаббатты жырлаймыз біз жастар. Сәбе, тамаша. Дұрыс, Хамиди жолдас. Латиф пианино қақпағына нота дәптерін қойып отыра қалды да вальсті басынан аяғына дейін толықта ойнады. Алабұрта қызығып ұшып түрегелген Латиф трубканы көтере беріп, иә деді. Мақа, бір қызығыс Мақа. Ән, вальс келсес пе, мен қазір жетен деп Майшекен келсін. Күләш қайтыңыз. Түстен кейін сағат 3-тің шамасында үйге Мақсұт пен Майшекен, Қалибек Қуанышбаев, Күләш Байсейітова үшеуі сау ете қалды. Сөйтіп, ешкім қайталап сұрамаса да Латиф әнді қайта айтқан болады. Күләш мөлдіреп ойға батты. Өзінше тамылжытып қайтты. Ән айтылып бітті, ешкім тіс жарып тіл қатпады. Бәрі тым-тырыс, үйге бәрі келді деп Шахмет Құсайынов кіріп келді. Дәлізіміз бір және ән бәріне ұнады. Бәрі келді деп қоштап кетті. Латиф басын изеп, рахмет дей берді. Күләш күндей күлімдеп, қазақ вальсы деді. Бәрінің жүрегінде қазақ вальсы деген сөз. Бір аптаның ішінде Латиф 2 той пьесасын, тағы бір лирикалық ән және хор жазды.